Ноғайбайлық тұрғын ауылдық округті құм блоктарымен қамтамасыз етіп отыр. Ол өз ауласында кірпіш құйып сатумен айналысады. Жас кәсіпкердің тіршілігін тілші айтсын. Ноғайбай ауылының тұрғыны Ерболат Жүсіпбаев ұзақ уақыт бойы құрылыс саласындағы түрлі жұмыстарда істеп келген. Бүгінде ол 3 баланың әкесі. Ал осыдан 1 жыл бұрын ауыл аманаты бағдарламасымен несие алып, кәсіп бастаған. Қазір үй ауласында құм блогын құйып сатумен айналысады. 2025 жыл ауыл аманатынан 3 миллион кредит алғам. Соны станок алдым, бетономешалка алдым. Сол екеуін алдым, жұмыс жүріп жатыр. Бауырым екеуміз қазір жұмыс жасап жатырмыз. Сол осы ауылды қамтамасыз етіп, пескоблок сатып жүргізіп жатырмыз. Жас кәсіпкер күніне 400 блок кірпіш құяды екен, ал бір айда 5000 блок сатылатын көрінеді. Ол алдағы уақытта бұл мөлшерді ұлғайтуды жоспарлап отыр. Айта кетерлігі, бұл ауылдық округтегі жалғыз өндіріс орын екен. Нұрбақыт Мұсатилаұлы, Еркебұлан Болатұлы, Дәулет Акимов, Қордай, 24 News.